Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Егер де балаларыңызға, я болмаса үй-ішілеріңізге дем арада осындай дәмді әрі түрі де әдемі оңай торт жасап бергілеріңіз келсе, сіздерге осы панчо тортын жасауға ұсынамын. Әдетте торт жасау үшін кемінде 3-4 корж пісіріп алуымыз қажет, ал бұл панчо торттың ерекшелігі сонда, бір ғана корждан осындай әдемі торт жасап шығаруға болады. Достар, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге керек заттар сүт, жұмыртқа, сұйық май, ұн, құмшекер, какао ұнтағы және де қопсытқыш. Ең алдымен осындай үлкендеу ыдысқа жұмыртқаларымызды жарып саламыз. Оның үстіне құмшекерді қосып, жақсылап көпіргенше 3-4 минут миксерлейміз. Сонан соң үстіне сұйық май мен сүтімізді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте дайындап қойған ұнымызды, оның үстіне қопсытқышты және де какао ұнтағын қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Соңында бізде осындай қамыр шығады. Үлкендеу формамызға осыны пекарский бумаганы төсеп, үстіне дайындаған қамырымызды құямыз. Лопатканың көмегімен барлық шетіне осылай біркелкі етіп жайып алыңыздар. Енді 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Ал коржымыз дайын болғанша осындай шұңғылдау бір ыдысты алып, ішіне пищевой пленкамен қаптап шығамыз. Себебі осы ыдыстың ішіне біз тортымыз жинайтын боламыз. Сол себепті ыдысымыз бүлініп, тортымызды әдемілеп алу үшін ішіне осылай пленка төсеп алғанымыз дұрыс. Сонда тортыңыз оңай ыдыстан алынатын болады. Міне біздің коржымыз да дайын болды. Зубочисткамен тексеріп алсаңыздар болады. Енді бағана дайындап қойған ыдысымызды осылайынан төңкеріп, домалақ етіп кесіп аламыз. Ол біздің тортымыздың ең астыңғы коржы болады. Ал коржымыздың қалған бөліктерін дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ғана төртбұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Біздің тортымыз қолжетімді, оңай болғандықтан кремімді де осылай оңай қылып алдым. Бұл жерде бізде 500 граммдай қаймақ, оған 100-150 граммдай өзіңіз енді дәміне қарай сахарный пудра қостық. Солай екеуін дәл осылай лопатканың көмегімен оңай ғана араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Ал енді панчо тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен кішкене ғана кремді осылай жағып шығамыз. Сонан соң осындай төртбұрыш ғана бөліктерімізді алып, кремге аунатып аламыз. Жан-жағын барлығына крем тиетіндей болуы қажет. Сонан соң осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осы корждарды сала береміз. Шетінен осылай бір қалыпты етіп жинай береміз. Негізінен бұл панчо тортын жасау өте қызықты.
яғни жасау процесі қызықты. Сол себепті балаларыңызды да осы процесске тартсаңыздар болады. Оларға өте ұнайды, себебі өз қолдарымен жасаған торт. Сонан соң өздері жегенге де өте дәмді болады. Енді осы торттымыздың арасына бананды және де құлпынайды майдалап турап салсаңыздар, ол тортқа ерекше дәм береді. Кез келген өздеріңізге ұнайтын жеміс түрлерін қолдансаңыздар болады. Менде бұл жерде құлпынай мен банан. Міне осылай кезек-кезек слой-слоймен осылай жинай бересіздер. Осы қаймақты кремнен бір кеседей алып, тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Кейінірек торттың бетіне жағатын боламыз. Міне біз тортымызды жинауды да аяқтайын деп қалдық. Түнде қалған кремнің барлығын жағып, сонан соң үстіне домалақ коржымызды қоямыз. Шет жақтарында артығымен қалған осы пищевой пленкамызбен жан жақтарын жауып, бетінен де бір тегіс қылып пищевой пакетпен жауып қоясыздар. Осылайша тоңазытқышқа салып, кемінде 4-5 сағаттай тоңазытқышта тұрса, біздің тортымыз жақсы болып, кремі сіңіп, сондай әдем болып шығады. Міне біздің тортымыз 4 сағаттай тұрды тоңазытқышта. Енді жайлап қана осы пленкаларынан ажыратып, тортымызды ыдыстан бөліп аламыз. Ол үшін осындай үлкендеу тарелкемізді алып, оны осы тортымыздың бетіне осы төңкеріп қоямыз да, тортымызды аударып аламыз. Міне дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді жаймен ғана ыдысымызды көтеріп аламыз. Өте оңай алынады. Осылай пищевой пакетпен орағандықтан біз ыдысымызды оңай алдық. Енді пакеттерін де алып, бетіне бағана алып қалған қаймақты кремімізді жағып шығамыз. Менде бағана корждан кішкене ғана қалды. Сол корждарды осылай үгітіп, бет жақтарына сәл-сәл осылай әсемдік үшін қолдандым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Тортты өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен ортасына жаңадай начинка ретінде құлпынай мен бананды қолданғандықтан, бетіне де сол құлпынай мен бананды қойып шықтым. Және де бетіне бағана кремнен осы қаймақты кремге кішкене ғана бір шай қасықтай какао ұнтағын қосып, араластырып, осылай шоколадный подтеки секілді қылып бетіне жағып шықтым. Сонда сіздерде былайша қарағанда көп шығын кетпейді. Оған арнайы шоколад ертіп жатудың қажеті жоқ. Осы кремнің өзінен ғана осылай подтеки жасасаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай үйде бар заттардан осындай әдемі торт жасап шығардық. Енді ортасын кесіп сіздерге көрсетейін. Әрине бұл тортымыз 2-3 сағаттай бетін креммен жақ болған соң тоңазытқышта тұру қажет. Міне 2-3 сағат тұрғанда осылай болып әдемі болып, ортасында кремдер сіңіп, корждары өте нәзік, ауызда еритін, жұмсақ болып шығады. Мен балаларыма өте ұнады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де мен каналыма қолдау білдіргілеріңіз келсе, осы видеоны басқа да әлеуметтік желілерге бөліссеңіздер болады. Ол үшін видеоның астында поделиться кнопкасын басасыздар, сол жерден WhatsApp немесе басқа да әлеуметтік желілер таңдасаңыздар болды. Сіздерге алғысым шексіз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.